Қайырлы таң мен көрермендерім. Бүгін маусымның 13-і көптен көрінбей кеттік қой. Кеше 12-сі күні балыққа шықпайдық, бірақ сол жерде 7-8 балықшы болдық. Бір балық ұстамағаннан кейін ол видеоны сіздерге шығарған жоқпын. Енді мен күнде көріп жүрген көрермендерім айтып жатыр, Жәкен қайда? Жәкен бүгін залда. Арасында Жәкеннің не жасайтынын да қарап қойыңыздар. Мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Менде жаңа базовый жаттығулар дейді ғой. Соның үшеуі бар, сол үшеуін көрсетем. Қолыңыздан келсе, соны жасап қарасаңыздар болады. Бірақ оны тез бастап кетпеңіздер. Айтамын ғой қазір. Сол сәл үш жаттығуымды көрсетсем, бірінші көрнекке салмақпен тартылу, және брусияда салмақпен жасау, және пресс, ол да салмақпен. Қазір көресіздер, айтатын болам. Әрі қарата қараңыздар. Бірінші денені қыздыру үшін жүгіріп аламыз. 10 минут жүгірсеңіздер жарайды. Мен сіздерге оны қазір көрсетіп тұрмайтын болам. Міне жылдамдықты қосып жатырық. Енді бәрі ана отырған теңізіміз ғой біздің. Теңіз. Мынау спортзал. Кеттік. Енді осы күйінде осы 9 менен бір 5-10 минут жүгірсеңіздер денеңіз қызып қалады өздері. Кеттік жүгіріп. Жүгіріп болды енді. Мына жаққа қарамыз енді. Жігіттер мен қыздар мынау 32 келі. Осы қазір 32 келіменен турникке тартылатын боламыз, және брусияда жаттығу жасаймыз. Осы 32 келіге үйренгенбіз. Белімізге ілетін белбеуіміз. Бәрін көрсетіп жатқаным ғой сіздерге. Қазір бәрі балыққа шығып жатқан жоқ, бұл менің жаңа базовый жаттығуларым. Қазір осыларды іліп тартылатын боламын. Басталды ма? Мен жаңа айтқаным ғой. Мынаны белге ілесіздер. Мына жаңа көрсеткен 32, сәл жақында көрсетсеңіз болады, жақындасаңыз. Аяқтың арасында тіке осылай. Жаңа не дейді? Тепе-теңдікті сақтауымыз керек. Белгіңізге қатты не түспеу үшін. Асықпайсыздар, резко не жасамайсыздар. Кеттік. Осындай 3 подход күнде. Қазірден екіншісін көрсетем. Жаңа турникке 3 подход бітірдік қой енді. Мына брусияға. Оның да жаңа тепе-тең сақтайсыздар. Мына жаңа 32 келі бар. Тек резко движение жасамаңыздар. Былай келіп жақындап келіп түсірсең болады. Міне мына доказа отырды, қолыңыз. Мен осылай бесет. Мына 14 келі. Осы 14 келімен қазір ішке аяқ пресс жасаймыз. Оны да осы мына станокта жасаймыз. Негізі базовыйдың бәрі осы жерде өтеді. Қазір көресіздер қалай жасайтынын. Жаңа 14 келі бар көрсетті. Осыны қазір аяққа ілесіздер.
үш подход негізі көп емес. Осы аяқ комиссия мына жерге жасап қолдарыңызды қоясыздар. Осымен 15 рет істейсіздер. Он үш, 14, 15. Дәл осындай алып. Мынамен үш подход жасаңыздар күніне әдемі болады, жақсы. Ал жігіттер осымен жаңағы үш жаттығуды көрсеттім ғой. Соны жасап бастасаңыздар болады. Сіздер тек темірді салмақты қоспай-ақ қойыңыздар. Менің өтінішім, аяқтарыңызбен өздеріңіз жасап бастасаңыздар, темір қосып тартылмай-ақ қойыңыз. Брусьяны да темірді қосып жасамаңыз. Жаңа престе темір қосып емес, тек өзіңіз жасасаңыз, ол да жаман болмайды. Бүгін 13-ші маусым. Балық тұрып тұрған жоқ, енді спортта боламыз. Қазір күштерді көрсетіп барыңыз, бір рет. Қалай болады, мейлі? Жақсы тек жақсылықта кездесейік. Кешпер я. Жаңа айтқаным бұл, мына жерде 88 келі жетіп тартсаң бар ма? Ал енді бұл күшті салсаң да бар ма? Жақсы тек жақсылықта келсейік.